Біздің мектепте адал азамат бағдарламасы тұлғаның зияткерлік дамуын ғана емес, азаматтық ұстанымы мен оның құндылықтарын қалыптастыруда баса назар аударады. Адал азамат бағдарламасының басты идеясы жас ұрпақты жауапкершілікке, адалдыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Қазіргі қоғамда тек білімді емес, құндылыққа берік тұлға қажет. Құрметті әріптестер, біз адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыруда тәрбиені тек теориямен шектемей, нақты іс-әрекет арқылы қалыптастыруды басты ұстаным еттік. Тәрбие жұмысын бірнеше бағытта ұйымдастырдық. Бірінші бағыт – азаматтық мәдениетті қалыптастыру. Бұл бағытта біз дебат сайыстарын өткіздік. Дебат барысында оқушылар өз пікірін ашық айтуға, дәлелдеуге, қарсы көзқарасқа құрметпен қарауға үйренді. Адалдық, адамдықтың негізі, жастардың қоғам алдындағы жауапкершілігі сияқты тақырыптар арқылы әділдік пен шыншылдық құндылықтары талқыланды. Дебат оқушыларын ойлы, саналы, өз ұстанымы бар тұлға болуға тәрбиелейді. Екінші бағыт – зияткерлік және патриоттық тәрбие. Осы мақсатта квиз ойындары ұйымдастырылды. Сұрақтар Қазақстан тарихы, ұлттық құндылықтар, құқықтық сауаттылық тақырыптарын қамтыды. Квиз арқылы оқушылар білімдерін нығайтып қана қоймай, елге деген құрметін, заңға деген жауапкершілігін арттырды. Үшінші бағыт – рухани адамгершілік тәрбие. Қарттар күніне орай ауылымыздың ақсақалына арнайы барып құттықтау ұйымдастырдық. Оқушылар үлкенге құрмет көрсетіп, жылы сөздерін айтып, батасын алды. Бұл іс-шара арқылы біз ұрпақтар сабақтастығын дәріптеп, мейірімділік пен ізеттілікті іс жүзінде көрсеттік. Оқушылар үшін бұл нағыз өмірлік тәрбие болды. Төртінші бағыт – мектеп пен отбасы ынтымақтастығы. Біз ата-аналар жиналысын өткізіп, адал азамат тәрбиесінің маңызын талқыладық. Өйткені адалдық пен жауапкершілік ең алдымен отбасында қалыптасады. Мектеп пен ата-ана бірлескен жағдайда ғана толыққанды тәрбие нәтижесіне қол жеткізе аламыз. Осы жұмыстардың барлығы өзара байланысып, бір мақсатқа қызмет етеді. Қоғамға пайдалы, саналы, жауапты азамат тәрбиелеу. Адал азамат бағдарламасы бұл жай ғана іс-шаралар жиынтығы емес, бұл оқушының тұлғалық дамуына қалыптасқан тұтас тәрбие жүйесі. Назарларыңызға рахмет.